Keyin balalar. Ko'nglingiz ko'tarib qoldimi? Endi o'qish harakatimizni boshlaymiz bolalar. Jarayonga o'tiravergan. Endi biz o'tgan savatda önce böyle saklanmayın. Tanışkan bağlamamız yapıyorlar. Asiyetken kanday bütün zatı koyup dursunlar tahtalar. Kanday bütün zatı kaysı koşutmuş mu? Ya. Sosun tam takmayın. Şimdi ya. Kıpırış. Şarşı. Al şimdi. Böyle zatlar yapışlar. Bütünün bölükleri ekin ya. Şimdi ötken sabakta ötken bolatımız. Bütün және bölüktün türlerini tanıştık. Bağlar енді bütün қолдарында қағаз алғандаршы. Қолдарында қағаз алғандар. Ya. Осындай қағаздар жайлы. Ya, ортасында сөйлесіз. Біз бүгін теңге, біздің тақырыбымыз бүгінгі тақырыбымыз. Тақырыбы теңге бөлінге, бірнеше бөлікке бөлінді. Бірдей ортасынан бөлінеміз, әлгінде сонда заттарды біз есеп жатырмыз, беттестіріп жатырмыз. Бірдей. Сөйтіп жоқпа, есеп осыны жасасам болады. Осыны жасадым. Бірдей. Біз жерге қойып жасауымыз керек. Жерге қойып жасауымыз жайма. Ал, правда дейші, я, сен бұқила деді. Тез-тез көрсетеміз енді не шықты? Бүтін болды ма, жарты болды ма? Жарты болды ма, міне. Ағынан бұлай бүтін болды деді, я? Бүткеген кезде жарты болды. Ал қанша жарты болды санайықшы? Екі жарты болды, міне біз бүгін беттестіріп, үйренді, көрсетті, балалардың заттарды түсірші. Жарты болды, я? Ол жарайсыңдар. Ол енді ол қойып қойында. Бүгін дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптерді бастаймыз. Дәптермен жұмыста. Математика. Бүйтіп өзіңге 10 саусақтарымен. Иә. Бүтін бе ұзат? Жарты ма? Ол енді бүйтеді. Астындағы көптіріш бүтін бе? Соның жартысын бояуымыз керек екен. Жарты қандай түспен бояймыз? Ал көптірішті фигураны көп түспен бояймыз балалар. Міне қараңдаршы. Мынаны қалай бояймыз? Жартысын көппен бояймыз, е? Ал осыны жасай қойыңдар балалар. Тиісті түспен бояуымыз керек. Қарашы балалар. Ермек саздан алма жаса дейді. Ал алма қандай түспен болады балалар? Ермек саздан сол түстерді алып, алма жасап қалып, бүтін кәдімгі, бүтін алма жасаңдар қалып, ермек саздарды пайдаланыңдар. Тақтайшаны алып, жаппаңдар, аламыз, е, жазып. Жұмыстарына бағаласын болғанын жарай ма? Мына сенің жұмысыңа. Қане айзересен алма. Өте дұрыс, міне өте дұрыс деген айзере смайлик алды. Қане, бәрекелді, міне күшті екен аяғының үстінде. Қане балалар, кімге сақтарды? Апай. Міне Айзержанның жасағаны керемет екен. Жарайсың.
Айша, сенің не балға сен береді саған жұмыстарына, апай? Смайликтар берді, жарай ма? Кімнің жұмыс аяқталды тағы? Қане, кімді тексермейді? Не, тамаша, жарайсың. Не, ойланып көр, ізден. Апай, қызыл керек па? Қызыл алма. Балалар, алма қандай болады? Жасыл, сары, дұрыс. Жасаған жұмыстарын бүтін ба, бөлік па? Алма бүтін ба, бөлік па? Қолдарындағы алмаға қараңдаршы. Бүтін алма жасады, я? Осы алманы бөлуге болады екен? Қаншаға бөлуге болады екен? Екіге, дұрыс. Және төртке бөлуге болады. Ал үш, егер үш адам болса бөлуге болады ма? Жарайсыздар, өте жақсы жарайсыздар балалар. Дөңгелекті қарамен бояймыз. Төртбұрыштыны жасылмен бояймыз. Бояңдар балалар. Кішкентай шашын көкпен, үлкен шашын қызылмен бояймыз балалар. Кішкентай дөңгелекті жасылмен, үшбұрыштыны сарымен бояймыз. Siz boyanlar. Mına жерде қима бөліктердің біреуін алып, мына жерге жазыстыра қойып. Жемістерді аласың, қайсысын аласың? Әдемілеп жазыстыра қой. Балаларға айта ғой, көрсетші қандай? Қандай жеміс? Жеміс қандай? лимон, Апельсин. апельсин, Жазыстыра қой. Апельсин қанша бөлікке бөлінді ер ал, айта ғой? Екеуге бөлікті. Апельсинді төртке бөлуге бола ма? Болады, бөлуге. Қараңдаршы бала, мына апельсин нешеге бөлінген? Төрт бөлікке бөлінген. Мына бір бөлігі балалар ширек деп аталады. Қайталайды? Ширек деп аталады. Ал мынау жарты бөлігі жарты деп аталады, иә? Мынау не деп аталады? Бүтін ба, жарты ма? Мынау да жарты, мынау жарты деп аталады, иә? Отыра ғой. Жарайсың. Саған смайлик берейін. Ала ғой. Бер алады смайлик. Келе ғой, тақтаға Азиза шыға ғой, кел Азиза. Азиза, ала ғой. Алма қанша бөлікке бөлікті? Екі. Бізге түсіндіре ғой. Мына бүтін болды, иә? Мына біреуі жарты деп аталады ма, ширек деп аталады ма? Мына жарты ба, ширек па? Ширек дегеніміз мынандай төрттен бір бөлігі, иә? Ал екіге бөлінсе, оның жартысы жарты деп аталады, иә? Отыра ғой. Бұл қақ келе ғой. Ал біз қанша бөлікке бөлінген балаға көрсетесің? Былайсыздар, қанша бөлікке бөлінген айта ғой, бізге қарап айтың. Екіге бөлінген, мынау жарты деп аталады, мынау жарты деп аталады. Ал тақтаға жазыстыра қойды. Енді бүтін шықты ма, жарты шықты ма? Қандай? Қандай деймін? Иә, бүтін шықты, жарайсың ма? Мен сені бағалап жатырмын, отыра ғой. Жарайсыңдар қарашы дәптердегі суреттерді қандай фигуралардан құрастырған штрихтар. Ал айта ғой жасылым, бірінші суретте, мына суретте. Балалар, барлықтар қандайға қараңдар. Мына бірінші сурет қандай сурет? Не бұл? Үй қандай фигурадан құрастырылған? Төрт бұрыш, және үш бұрыш. Ал екінші? Екінші не бұл? Шырша. Шырша қанша бөліктен құрастырылған? Үш бұрыштан ба айтқан, дұрыс, үш бұрыштан. Осында штрихтау үйренетеміз балалар, штрихтай қойыңдар.
жарайындар. Асыл сен. Өзге бойынша штрих салу керекпіз балалар. Қалжан жасады. Қарындашын құлап не болды? Тамаша. Жарайсыңдар, өте жақсы балалар. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, осы алмаға байланысты ертегімізді тыңдайтын боламыз. Ертегіні мұқият тыңдаймыз, әже. Түсінікті болса, жасыл алманы ағашқа жапсырамыз, е? Ал егер сендерге мүлдем түсініксіз болса, қызыл алманы жапсырамыз. Ал мен сәл-сәл түсіндім апай кішкене, тағы да маған білім қажет десеңдер, сары алманы жапсыратын боласыңдар. Жарай ма? Мен сендерге таратып беремін, жарай ма? Магниттарын жақтап аламыз. Жарай ма? Қайсысы деп ойлайсыздар? Түсінсеңдер, егер түсінікті болса, жасыл алма, түсініксіз болса, сары алма, мүлдем түсініксіз болса, қызыл алманы алып, жапсыратын боламыз. Ана жақта магнит бар балалар, білім ағашына барып, алмаларды жапсыруымыз керек. Өздеріне қалаған алманы алыңдар. Ал келе қойды, бұна бақыларға келсін, сендерге сабақ түсінікті болды ма? Кел, бұна бұлай жабыстырамыз алманы бүйтіп, иә? Бұна қараңдар. Жүгірмейін бір-бірін итермеймін бүйтіп, алманы бүйтіп жабыстырамыз, жарай ма? Келе қойды, шүйеуім, көтеуін келе бердіш кел. Қалғандар, келе қойды, бірін майын алып жабыстырыңдар. Алманы жабыстырасыздар. Абдулхат, алманы тез қарап қалды. Алма бұлай болады, Абдулхат. Келе қойдар, сендер келіңдер тез-тез, келе қойдар, бәрін жабыстырасыңдар. Жабыстырып болғандарын отырыңдар. Бір ғана алма жабыстырамыз балалар, бір ғана алма. Мама. Даяна, мама, айып береміз. Апай, аяғы да жоқ болып қалды. Мама. Отырыңдар, жабыстырып болғандарын отыра қойыңдар балалар. Даяна жабыстыр, біреуін ғана жабыстыр, Даяна. Айша артқа жабыстыр, ар жақта, Даяна жабыстыра ғой. Біз бүтін және бөлікті заттарды бөлуді үйрендік, иә? Бүтінмен бөлікті үйрендік, салыстыруды үйрендік, және анықтауды үйрендік. Заттар тең бөлікке бөлінеді екен балалар? Иә, бөлінеді екен. Сонымен біз бүгін жарты, қайталаймыз. Шүйек, бұндармен таныстық. Міне мынау шүйек деп аталады, мынау бүтін деп аталады, мынау жарты деп аталады. Иә балалар? Бүгінгі ұйымдастырған оқу қызметіне қатысқандарына рахмет балалар.